Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай дәмді әрі оңай печенье пісіретін боламыз. Алдымен бөлме температурасындағы сармайға сахарный пудрамызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді үстіне бір жұмыртқа саламыз. Келесі үстіне електен өткізген ұн мен қопсытқышымызды саламыз. Бір шай қасық фисташковый паста қолдандым. Бұның орнына какао салып шоколадный қылуға да болады. Осылай бәрін бір келкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Болған массамызды алып, кондитерлік мешокқа салып, өзімізге ұнаған насаткамен печенье формасын келтіреміз.
Дайын болған печеньелерімізді 180 градус алдын ала қызған пеште 15 минут пісіріп аламыз. Дайын болды. Әркім өзінің қалауынша әрлеуіне болады. Мен шоколад пен фисташканы қолдандым. Біздің печеньелеріміз дайын болды. 15 минутта дайын болатын печенье сіздер де дайындап көріңіздер. Каналыма тіркеліп пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.